Әй кемпір, тұршиш, 6 болды ғой. Шай ғой, шай ішейік. Менен бұрын неге тұрмайсың осы? Кірді қолмен жушыш, мынауың бален литр су төгеді ғой. Баяғыда өзіміз қолмен жуатын едік, қолмен жу өлмейсің. Ет салып жатсың ба? Қонақ шақырайыншы, онда мен дұрыс мол сал, сосын нан илеп қой. Нанды былшыратпай, қатты қылып илешіш, не істеп отырсың былшырап? Не болып кетті өзі? Шаңдатпай, су шашып сыпыршыш, түк қалдырмай сыпырып ал. Бәрін мен айтуым керек осы. Әй келін, тұршиш, 6 болды, тұр, шай ғой, нағып жатыр күн шыққанша. Ема, түсінба, не? Нұртай? Не? Мына Рамазан айын кестесін алмайсыңдар ма? Ораза бітті ғой. Тұра берсінші. Қайдан білейін, біреу ораза ұстаған жоқсыңдар да әлі тұр ғой деген ғой. Ана етіктерді зытыру керек еді, сарайғалы жерінен бәрін алып тұрған ғой. Тұра берсінші, күн сақындап кетсін ертең қайтадан Иттің шығар. балдары ғана, бірден айтсаң тыңдай ма бұлар? Мына холодильник сыртын жуу керек еді, боға ағып тұр ғой мына сыртын. Қоя қойш, шуармыз, отыра қойш. Ана нелерді апарындаршы ана солда Жаминаға. Алып кетем деді, өзі алып кетем деді, тобыр. О, иттің балдары, адам құсау алғасын, адам құсау апарып беру керек та енді. Келін қайда мына кремдерді сыртқа апарып. Сабақ, қасқан адам бір демалшыш бір күн демалсың да өлесің. Иттің балдары ғана бір. Жан-жағыңа қарасаң, нервың құрайды, қаяқтан демаласың сосын иттің балдары ғана. Келдің ба жұмыстан? Ана қатының бағын көгереңдеп жаңа сөз қайтарып отыр. Мен қаттым ба, саған әңгімет жүрма мама. Маған әңгімет. Жағын сындырайын, саған әңгімет ма? Келдің ба жұмыстан? Нағыл дегенсің, келініңе, не жөніңе отырмайсың? Тоңқайып отыр ғой, бөлмеде ренжіп отыр. Айттым ғой, дым сөйлемеш келіне. Бетіне қарап демалмай қойш деймін. Үйде отырш дедім ғой саған, дым айтпай қойш деймін оған. Шай қойшеш дедім. Өзің қойш. Әй кемпір, тұршиш, 6 болды ғой. Шай ғой, шай ішейік. Менен бұрын неге тұрмайсың осы? Кірді қолмен жушыш, мынауың бален литр су төгеді ғой. Баяғыда өзіміз қолмен жуатын едік, қолмен жу өлмейсің. Ет салып жатсың ба? Қонақ шақырайыншы, онда мен дұрыс мол сал, сосын нан илеп қой. Нанды былшыратпай, қатты қылып илешіш, не істеп отырсың былшырап? Не болып кетті өзі? Шаңдатпай, су шашып сыпыршыш, түк қалдырмай сыпырып ал. Бәрін мен айтуым керек осы. Әй келін, тұршиш, 6 болды, тұр, шай ғой, нағып жатыр күн шыққанша. Ема, түсінба, не? Нұртай? Не? Мына Рамазан айын кестесін алмайсыңдар ма? Ораза бітті ғой. Тұра берсінші. Қайдан білейін, біреу ораза ұстаған жоқсыңдар да әлі тұр ғой деген ғой. Ана етіктерді зытыру керек еді, сарайғалы жерінен бәрін алып тұрған ғой. Тұра берсінші, күн сақындап кетсін ертең қайтадан Иттің шығар. балдары ғана, бірден айтсаң тыңдай ма бұлар? Мына холодильник сыртын жуу керек еді, боға ағып тұр ғой мына сыртын. Қоя қойш, шуармыз, отыра қойш. Ана нелерді апарындаршы ана солда Жаминаға. Алып кетем деді, өзі алып кетем деді, тобыр. О, иттің балдары, адам құсау алғасын, адам құсау апарып беру керек та енді. Келін қайда мына кремдерді сыртқа апарып. Сабақ, қасқан адам бір демалшыш бір күн демалсың да өлесің. Иттің балдары ғана бір. Жан-жағыңа қарасаң, нервың құрайды, қаяқтан демаласың сосын иттің балдары ғана. Келдің ба жұмыстан? Ана қатының бағын көгереңдеп жаңа сөз қайтарып отыр. Мен қаттым ба, саған әңгімет жүрма мама. Маған әңгімет. Жағын сындырайын, саған әңгімет ма? Келдің ба жұмыстан? Нағыл дегенсің, келініңе, не жөніңе отырмайсың? Тоңқайып отыр ғой, бөлмеде ренжіп отыр. Айттым ғой, дым сөйлемеш келіне. Бетіне қарап демалмай қойш деймін. Үйде отырш дедім ғой саған, дым айтпай қойш деймін оған. Шай қойшеш өзің қойш.